Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін тағы да ерекше қызықты әдіс-тәсілдердің, ойындардың түрлерін бірге білетін боламыз. Ол үшін ең алдымен каналға жазылуды, яғни подписаться етуді ұмытпаңыздар, және видеоны соңына дейін қарап лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін барынша талпынып жатырмыз, сондықтан каналға жазылып, видеоны соңына дейін міндетті түрде көріңіздер. Уақыттың тығыздығына байланысты өткен аптада 2-3 апта видеолар салынбады. Енді апта сайын қызықты әдіс-тәсілдер шығарып отыруға тырысамын. Ендеше әдіс-тәсілдерді бастайық. Ең бірінші әдіс сөз құра әдісі. Жалпы бұл әдістің мақсаты сабақтың тақырыбын анықтау үшін таптырмас әдіс. Ережесі алдымен құмыраның суретін А3 парағына салып алуыңыз керек, және сол құмыраны тақтаға іліп дайындап қойыңыз. Және А4 парағына экранда көрсетілгендей гүлдердің суреттерін санмен дайындап алыңыз. Оны да тақтаға жабыстырып қойыңыз, дәл үстіне, прям құмыраның үстіне. Сосын оқушыларды кезекпен тақтаға шығарып, құмыраның ішінен бір гүл алуын тапсырыңыз. Алынған гүлдің артындағы санмен сәйкес гүлді А4 парағына жабыстыру керек. Кезек-кезек оқушылар шығып, құмыраның ішіндегі гүлдерді тақтаға жабыстырады. Және жабыстырған бетте тақырып дайын болып шыға келеді. Мен осы әдісті ашық сабақта қолдандым. Оқушылар үшін өте қызықты болды. Қандай тақырып екенін осылай біліп анықтадық. Келесі шаттық шеңбер, әрине. Шаттық шеңбер бұның мақсаты, яғни сабақты көңілді басталуына септігін тигізеді. Ережесі оқушыларға күн бейнесіндегі суреттерді дайындап шығарып алыңыз, және оларды оқушыларға таратып беріңіз. Бүгінгі күнге жақсы тілектерін бір-біріне сол күнді ұстап тұрып айтуы керек. Мұнда шығарылған күн суретіне міндетті түрде шпажка немесе балмұздақ таяқшаларын жабыстырып қойыңыз. Сонда оқушыларға ыңғайлы болады. Және ұстап тұрып бір-біріне тілек айту өте қызықты деп ойлаймын. Әр оқушыда осы жаңағы күннің бейнесіндегі немесе жүрекше суреті бар осы суреттерді ұстап тұрып бір-біріне тілек айту, бұл өте қызықты. Мен өз сабағымда қолданып көрдім, сабақтың басталуына жүректен жүрекке әдісін қолдандым. Балалар қолдарына жүрек жаңағы суретін ұстап тұрып бір-біріне тілек айтты. Сонда осы шаттық шеңберін сезіне білді. Келесі әдістің түрі бұл мультифото деп аталады. Мақсаты оқушылардың қызығушылығын арттыру. Ережесі тақтаға тақырыбыңызға қатысты суреттерді рет-ретімен іліп қойыңыз. Оқушылар шапшаңдықпен сол суреттердің орындарын, яғни ретін жаттап алу керек. Сосын ақырындап бір суреттен алыңыз. Мысалы, екінші суретті алып тастаңыз, ол суреттің орнында қандай сурет болғанын оқушылар атап айтуы керек хормен. Осы оқушылар кідірмей айтса, яғни олардың есте сақтау қабілеттерін өте жақсы екендігін білуге болады. Осылайша екінші суретті алып тастаңыз, сосын төртінші суретті алып тастаңыз. Кезек-кезек барлығын алып тастап, сосын орындармен оқушылар айтып шығу керек. Келесі желаяқ ойыны. Мақсаты оқушылардың жылдамдығын арттыру. Ережесі оқушылар топқа бөлініп алады, және топтың санына қарай тақтаға сабақтың тақырыбына қатысты кішігірім мәтіндер ілінеді. Әр топ мүшелері кезекпен тақтадағы мәтіннің бір сөйлемін ішінен оқиды. Оқылған сөйлемін тобына келіп жаздырады. Ойын осы ретпен мәтін аяқталғанға дейін жалғасады. Ойын соңында желаяқтар баяндаған мәтінмен тақтадағы түпнұсқа мәтінін салыстырады. Жылдам әрі мәтінді дұрыс құраған топ жеңімпаз атанады. Бұл ойынды да сабақта қолданып көрдім, өте қызықты болды. Немесе оқушылар топқа бөлінбей, барлығы топқа бөлінбей отырса, онда тақтадағы интерактивті доскаға бір сөйлемді шығарып, бір көрсетіңіз, сосын жауып тастаңыз. Оқушылар сол есте сақтаған сөйлемді дәптеріне жазып алу керек. Бұл да бір өте ерекше ойын. Келесі серпіліс ойыны. Сергіту сәтінде өте
қызық ойын болып табылады. Мақсаты оқушыларға серпіліс беру, яғни күш беру. Ережесі сергіту мақсатында видеодағыдай А3 парағына осындай фигуралардың суреттерін салып тақтаға іліп қойыңыз. Бір оқушы шығып, сол қолымен бірінші сол жақтағы фигуралар бойынша саусақтарын жылдам қойып шығу керек. Сосын оң қолмен оң жақтағы екінші фигураларға саусақтарын қойып шығу керек. Сосын екі бірдей қолымен жылдамдықты сақтай отырып, фигураларға саусақтарын тепе-теңдікте қою керек. Видеода көріп тұрғандай, осылай бірінші сол жақ қолмен, одан кейін оң жақ қолмен және бірге істеп шығу керек. Ойын сырттай өте оңай көрінгенмен, ойнап көргенде өте қиын. Менің оқушыларымның сүйікті ойыны осы серпіліс ойыны. Дәл осы серпіліс ойынына ұқсас кім жүйрік ойыны бар. Кім жүйрік ойыны мақсаты бұл жерде оқушылардың шапшаңдығын арттыру. Ережесі экрандағы саусақтардың суретін шығарып, партаның үстіне 2 данадан дайындап қоясыз. Оң жаққа және сол жаққа. Оқушы сол және оң қолмен карточкадағы суреттің үстіне тиісті саусағын қою керек. Бұл ойынның осы саусақтардың дайын нұсқасы менде бар. Егер керек болса, комментарийға плюс тастап кетіңіздер, немесе dara.kz инстаграмда сайты бар, сол сайтқа дайректке жазсаңыздар, мен сіздердің WhatsApp нөмірлеріңізді алып, WhatsApp'тан жіберетін боламын. Мінекей достар, осындай қызықты ойындар және әдіс-тәсілдер бар. Осы әдіс-тәсілдерді ойындарды сабақтарыңызда қолданып көріңіздер. Оқушылардың ынтасын, жігерін, қызығушылығын арттыра түседі деген ойдамын. Барлықтарыңызға сәттілік. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Алда тағы қызықты әдіс-тәсілдер дайындайтын боламын.